Алдымен ыстық суымызға бір ас қасық тұзды саламыз. Және де үлкенірек қылып 2 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Қант, тұз барлығы еру үшін ыстық суда араластырамыз. Кейіннен су жылы болғанша суық су құямыз. Себебі ыстық суда дрожь пісіп кетеді. Ыстық судың және де суық судың құрамын астында төменде описанияға қалдырып кетемін. Содан соң бір ас қасық дрожжды саламыз. Салған дрожжымыз сіңгенше араластырамыз да кейіннен жай-жайдан ұн қосып илейміз. Егер қамырымыз сұйық болса, езіліп тұрса, онда үстіне ұн қосып, жұмсарғанша илейміз. Жұмсақ болу керек. Дайын болған қамырымызға 3 ас қасық сұйық майды қосып, май сіңгенше, яғни қамырға сіңгенше илейміз. Бірақ менде сұйық май қосқаным видеоға түспей қалыпты. Илеген нанымыз осындай жұмсақ болады, бетін жауып жылы жерге қоямыз көтерілгенше. Менде 1 сағат уақыт өтті, осылай көтерілді, қолымды майлап, қамырды басып алам. Майланған сковородкаға нанымызды салып, формасын келтіреміз де, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Осылай әдемі болып көтеріледі, енді бұны баяу отқа қойып қоямыз. Осындай беті құрғақ болғанша пісіріп аламыз. Осылай қолмен ұстағанда жабыспайтындай болу керек нанымыз. Енді екінші жағына аударамыз нанымызды. Содан соң қақпағын жаппай, сол екінші жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осылайша нанымыз дайын болады. Духовкада піскендей өте әдемі және де пышный болып піседі. Менің YouTube каналымда бұдан да жеңіл рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер.